Баршамызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге Тышыр каналы. Бүгінгі шығарылымымыз әртүрлі тақырыпта болмақ. Қағаз ақша, ырыс табыс, тиын ақша, жағымсыз өсек. Жас баланы көтеріп тұру, тұрмыстағы тауқымет жоқшылық. Лай суда жүзу, қарыздану, қысылу. Мөлдір суда жүзу, қиыншылықтан құтыласың, күтпеген көмек. Ұсақ жәндіктер қаптау, табыс, ырыс, байлық. Жұмыртқа көру, кіріс, аздаған пайда. Қара жылтыр көйлек кисең, үлкен олжа, бір жарысқа түскелі тұрсаң, жеңіп шығасың. Аяғы ауыр әйел қара киім кисе, өлі бала. Аяғы ауыр әйелдің шашы өсіп кетсе, айнаға қараса, гүлді көйлек кисе, қыз бала туады. Сары киім кию, ауру. Есіктің алдында капуста, помидор, тағы басқа көкөністер салып жатса, қыз тұрмысқа шығады. Қыз жаңа аяқ киім кисе, тұрмысқа шығады. Әйел адам жалаңаш жүрсе, аяғы ауыр болады. Қыз жалаңаш жүрсе, абыройсыздықтан ұятқа ұшырайды. Түсіңізде тырдай жалаңаш адам қарап тұрса, сапарға шықпаңыз, сапарыңыз сәтсіз болады. Түсіңізде жас әйел көрсеңіз, сәтсіздік отбасыңыз ұрыс-керіс болады. Түсіңізде жас әйелді көрсеңіз, сәтсіздік отбасыңыз ұрыс-керіс болады. Түсіңізде ер тоқымсыз жүрсеңіз, жаман белгі. Пышақ, қанжар, қамшы ұл баланың дүниеге келуі. Түсіңізде түйеге мінсеңіз, абырой атақтың көтерілуі. Түсіңізде столда отырсаңыз, жаңа қызмет. Түсіңізде қой көрсеңіз, ауырлық, проблема, кедейшілік. Түсіңізде піскен тағамның барлық түрі, ырыс, береке. Түсіңізде аю көру, сәтсіздік, қатты қиналасыз. Түсіңізде маймыл көру, опасыздық, көре алмайтын достар. Түсіңізде жаңа киім кию, жаңа қызмет, абырой. Бас киімнің ішінде шляпа, үлкен қызмет. Түсіңізде қызыл киім кию, өсек аяңға ұшырайсыз. Түсіңізде айран, сүт, қымыз, уыз, құрт көрсеңіз, байлық, мансап. Егер кісі түсінде өзінің ұйықтап жатқанын көрсе, онда ол өңінде жақсы табысқа жетеді. Егер кісі түсінде балық ұстап немесе жеп жүрсе, өңінде дәулеті артады. Егер кісі түсінде аспанға көтерілсе, онда өңінде әкім болады. Егер кісі түсінде жаңбыр жауғанын көрсе, онда ол өңінде табысқа жетеді.